Құста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Алпамыз сонда сөйледі, ата саған келгенім, келіп сәлем бергенім. Біреудің малын бақпашы, біреудің отын жақпашы, балаңнан хабар білмеймін, бекерге жала жаппашы. Әке, Оразмерге жігіттермен келіп түсіп жатыр. Қап, қайдан келе қалды бұл Сойқан? Ертең көшке бөгет болатын болды. Сен бар. Көздеріне түспе. Ұқтың ба? Ал сен барып қарсы ал. Балам, сен де барып ұйықта. Қалғанын ертең оқырмыз. Ассалаумағалейкум, Дос Мұхаммед би. Уағалейкумассалам, батыр. Жоғары шық. Қызым шешеңе барып айт. Қонақ келді де. Төрлі тораз. Бұл үйдің қонағы босағадан қайтып көрген жоқ. Шыға тұрыңдар. Ал. Туған жеріңе соқпағалы біраз вақыт болып еді. Жол болсын. Жолым болар-ау, би аға. Өзіңізде ел ағасы қол ұшын берсе. Иә, бейім тайыңды айт отыр. Айтсам, туып өскен жерімізге үлкен қатер төніп келеді дейді. Мен келген жақта осындай қауесет көбейіп кетті. Ай, Оразай, жұмбақтамай-ақ сөйлесейші. Жаман ағаңды қорқыта беріп қайтесің. Сіз білмейтін жұмбақ болушы мед, би аға. Құлағыңыз тұрып, көзіңіз ашық еді ғой қашанда. Ол заман көзден бір ұшты ғой, батырым. Құр сүлдер отырған мүгедек ағаңда не билік қалды дейсің. Олай демеңіз, би аға. Бұл маңайдың сізден басқа бас көтерер бар ма еді? Менің шаруам өзіңізде. Менде болса айта бер. Сенен аяғанымды итчесін айт. Рас болса, ен жайлауымызды жапырып, орталықтан бермен қарай шойын жол салынады деген қауесет бар. Иә, естігем. Естісеңіз бұл хабардан жүрегіңіз түршікпей ме, би аға? Алатаудай аңғарымды қырық кесіп қырық қағылса, жайлауымды жыртып, мал біткенді құртып, даланы қала қылса, қазағым не күн көреді? Шойын жол салынды дегенше, мына дүние қаран қалды демейсіз бе? Сонда сен шойын жолға бөгет жасамақпысың? Мен ғана емес, бәріміз бөгет болсақ па деймін. Үйір жылқы қуып айтқан жеріңе апарып бердім. Онда менің де сыбаған бар шығар. Ел намысын қорғайтын кезеңде көмекке жарасаң, сол жылқыдан қотыртайды сұрамайым. Міне, менің бейім дайым осы. 100 жігіт қасыма қосып берсең, қасиетті хан тәңірінің маңынан шайтан арбаны мәңгі жоламайтындай қылам. Ай, қызыл сөздің қызуымен жүрсің бе деп қорқам. Ал бірттігің әлі қалмапты. Атыс шабыстан, қан төгістен, қажыған жұрттың жаңа үкімет басын қосты. Ал сен болсаң тек атышулы барымта ғанасың. Соңынан ерер кісі болар ма екен? Ерет. Сіз қостасаңыз ерет. Хан тәңірін қалқалаған қалың ел мына сіздің сөзіңізге құлақ түріп отыр.
ер мен ездің сынға түсер кезі келді. Ай, батырым, қалған әңгімені ас ішіп, ақыл жиып алып жалғастырсақ қайды. Подготовьте такое донесение. По нашим сведениям, вчера ночью границу перешел небезызвестный Ораз Мерген. Ақсақал, шөппен сүркеніңсіне. Сөзіп тұрғам жоқ, әшейін арқасын қасып тұрм. Прошу Коксаевскую погранзаставу усилить бдительность на своем участке. Иду по следу Касымов. Есть. Мынаға не болған? Өткендегісінен жазыла алмай жүргені? Дұрыстап күтпеген соң қайтсын. Да. А сколько лошадей угнали в прошлом году? 90 из Узунбулакского совхоза, из Каширского племзавода 120 коней. Всего 210 племенных голов. Скоро будем ездить на ишаках. Да, кто-то ему здесь помогает. Конечно же, Дос Мухаммед Бай. Предупредить хозяйство. Пусть усилит охрану табунов и вооружат табунщиков. Выступать будем через полчаса. Ты заткнешься или нет? Развылся накося, все волки сбегутся. Ну, киргизская твоя рать. Эй, Петр, пускай он-то поет. Недолго теперь. Я тебе не Петр, а Федор. Я и сказал это, Петр. Ящул кошачий. Ну что ты ереешься, Федя? Меня вот Тимофей кличут. А Афанасия в Апанаса превратили. Заткнись, тебе говорят, падаль бусурманская. Ты, небось, меня ночью-то. Петраков! Ну? Вот сюда! Ты, Петраков, свои станичные замашки брось. Ишь, размахался. А че он все воет и воет? Не к добру это. Примета есть. 8 лет без царя, он все казакует. Зато ты у нас быстро перелицевался. Ой, Федор, тебя политграмоте учить да учить надо. А я ее старшой еще на гражданской выучил. Ну ладно, хватит. Марш назад. А как же, обязательно слушаешь. Бізді арандатқан Дос Мұхаммед болды. Кім болса да бар бер емеспе. Барар жерем белгілі. О чем разговор, Семенович? Я же приказал с арестованными не разговаривать. Да ругаются. Про того калеку говорили, дескать, он навел. Слушай, старшой, Петька здесь правый, чего их судить? Там разберутся. Бұл қайдан жүрін? Бұл таш тиін жүрген жоқ кеткен да? Разрешите обратиться, товарищ начальник? Обращайтесь. Взяли Ораз Мерген и всю его шайку. Как? Вашими силами? Так точно. А потери есть? Так точно. Потери есть. Синяк под глазом у Петракова. Боецкий Самудинов. Виноват. Нет потерь. А где взяли? У Дос Мухаммеда. Без ноги-то. Это он нам помог. Сам Дос Мухаммед? Да. Командир сказал, что основной отряд будет ждать у Мазара. Никого нету, старшой! Вот этот тут в Мазаре прятался. Привал! Сингарат там! Эй, энто, доғырсой жатыңды. А я что делаю? Ей, Сәлім! Сәлім, ей! Құдықтың суы тартылып қалған жоқ екен, қараш. Бар, су бар.
Ata babana arvana bağışlarım. Allah'a akbar. Ты кто, Аксакал? По-русски понимаешь? Да отпусти ты его. Да понимают. Все они понимают, только притворяются. Ну, говори, кто будешь, куда идешь. Я Майман, начальник. Я плохой человек, самый плохой человек. Почему так говоришь? Скот нет. Земля копать не умею. Шурум-бурум торговать не умею. Покупать денег нет. Альгы меня пролетар. Пролетарий, говоришь? Так это неплохой человек. Я сам из пролетариев. Ой, айналай. Начальник, ай, мунда салхан. А, нет, туда нам еще рано. И здесь не жарко. Семья есть? Дети, балашага? Ой, Kalım net, kalım net, жена нет, жена нет, балашага нет. Балашага. Семенович! Да? Тут отобедаем. Добро. Тут и отряд Касымова дождемся. Угу. Вот это. Дай поначалу вот этому. А то вот отравлено. Я хотел лошадям дать. А что, без лошадей-то делать будем? Чай не казенные. Вот он, гайда. Хазар. Бол. Давай вот им дадим. Ой, а что дождем? А ну, бандюга, пей. Пей, говорят. Я дракон. Я Ишь. А? Глянь. Ну все, сейчас загнется Серикбай. А он пришел, Узунгулах сказал, масло дает. Рахмет, Серикбай. Айран дает. А? Ай, Чистый лед. дай, наливайте я. Другу я поеду, что видели, скажу. КамАЗ дает. Начальник, народ все площадь знает. Но кто родился, кто умер, кто кабел урлата, Майман все знает. Давай сюда. Халай. Чё? Серикбай, давай меняться. Ты мне лепешку, а я тебе сало. Ветряков! Чё? Я тебе... Это я пошутил. Колокольников, подмени часового. Да чего бояться в мирное время? У милиции мирного времени не бывает. Видел голубчика? Да это последний. Ну да, это бог. Начальник, Майман не убивал, не воровал, не женился. Он совсем плохой. Плохой, но не глупый. Глупый, кто против власти идет. Толково. Ey kızıl düğün. Еще кошачий.
Саид, орекеңнің атын ерттедің бе? Ерттедім. Қасиетсіз қаңғыбас. Бермен шық. Киелі мазарды шуашты аяғыңмен қорлама. Ассалаумағалейкум. Уа, аруақты сардарым. Атында тауға аузым болмайды. Қолдық. Ел қыдырған мүсәпір едім, аруақты сардарым. Қай жерде дүние қараң қалып жатса, Алла тағала мен сорны сонда барып тығады ташып береді. Жастайымдан жетім едім. Мына жетімнің зары бар ғой, Құдайдың құлағына тез жетеді дейді ғой. Сен үшін күніне 5 дүркін Аллаға құлтық етуге бармын, сардарым. Ғұмыр жасыңды ұзақ қылсын, қаңғыбас, Майман. Иә, тағы да кімдерді Қытай қалып қашпақсың? Бұл жаққа атысын салмағаныңа көп болып өт, сені кім шақырды? Ой, аруақты сардарым ай, оны сұраққа айтесің. Тірі пендеге тілімде зияны жоқ, қаймана қазаққа қайрым еді. Кім біледі, аруақты сардарым, күндердің күнінде тұл жетім, сенің де бір керегіне жарақталады. Мен үшін бар ғой, ел шеті жоқ. Шекара жасайтын мақтылар ғана, жалғыздың жары Құдай. Жер суымыз таусылмаған соң, өстіп, сидаңдап жүре береміз де. О, Ореке, жаңа ғана мына Қыларқан біздің мойын деді. Енді сізді тапты ма? Бауырым, сендер үшін садақа болсам жан пида. Қалған ғұмырымды бесіктегі сәбидей құндақтап тастаса да ризамын. Бәрекелді. Салтқа жараса бопты да. Бісміллә. Мініңдер аттарыңа. Мұны екеуін қайтеміз. Ореке, ағайын. Шеттей балшыған бар еді. Бесеу, бірнем бір кішкентай, бәрі қолға қарап отыр ағайын, Ореке. Рахметі көріңіз. Кәрі шешем бар. Солардың көз жастарына қала көрмеңіз, Ореке. Бас атыңдарына байқысты. Қолына сойыл ұстатыңдар. Көтер сойылды. Бала шағаңа жаның ашса, ұрып өлтір ананы. Өзіңді қоя берем. Палки-то зачем? Пулю пожалели. Я для вас не жалел ее. Эх, ящур кошачий. Говорил я старшому. Вот и приехали. Давай, Серикбай, бей, дорогой товарищ, бей. Ничего, Серикбай. Вдвоем все-таки легче. Шутил над тобой, прости. Ореке, маған жолыңызды беріңізші. А детей советская власть не оставит. Ореке, тайт!
сломало мне горло-то окаянный. Ничего, оклемаюсь. Чего же это он нас? А? Серик-бай. Бог палка наказал, Петр. На твоя голова смотрел. Ладно. Петр так Петр. Все равно заново родился. Теперь, Серик-бай, ты мой крестный. Ай, Сейіт. Мына сайдың ішінде кесің демей. Немене? Жирен төбет сенің дамбалыңды сыпырып түзге отырғызғаны. Ой, Сейіт біздің батыр ғой. Жау жарағы сайлаулы, қол аяғы байлаулы. Дәрет алып жатыр ғой. Қайдағы жоқ қыртпашы. Әй, өзіміз туралы енді жақсы айтпаса жаман жоқ. Шыдап-ақ бақтық. Алдымен жау түсірмей жабуымызды шешкен жоқпыз. Ұяттан өлім артық. Сен дұшпанға етіңді көрсетіп, бетіңнен айрылдың. Сен қара бетсің. Сенің масқара болғаныңды әзірге менен басқа ешкім білмейді. Ендігі жерде аңдыспай, ағайым болғанымыз дұрыс шығар. Жасы кіші іні боласың маған. Бүгіннен бастап айтқанды істейсің. Сенің айтқаның кім сенеді? Саған аузымда ортықпайтем. Елдің көзінше қарабет деп шақырсам, сүйекке жүгірген иттей сумаңдайсың соңымнан. Айқайдама! Қарабет! Қой деймін. Айтқаныма көріп, айдауыма жүресің бе? Жүрем. Почему вы живые? Почему не они, а вы? Әке, мынау оразы мерген ғой. Көріп отырмын. Көздеріне түспеңдер. Маған тиісе қоймас. Онда өзіңіз орған боласыз, әке. Үйге тығылыңдар. Бияғасы, ассалаумағалейкум. Тартатыңның басын, хайуан. Ойдалла, үлкенді сыйлар болар. Басатыңдар. Қонақ күтетінде қол қанат керек шығар. Мә, ұста. Кешетінде біреу топшымды сындырып кеткені. Сенің қолың емес пе? Кешіріңіз оразы мерген. Мен тура қасымыңдайдан көздеп едім. Қолымның тайып кеткені ғой. Ай, біздің қазақ кісі өлтіріп отырып та кісілігін сатпақ. Жер шекіспей бекіспейді демеуші ме? Солай ма? Отпен оққан мені тосып тегін тапқан малыңда жеке емденгін келген екен. Жаныңды алқамыңнан суырып алар ем. Бірақ, енді сен менің сол бірағым тыңда. Арыстай ұлдарың бар. Айбатына ажарысай. Ағайын түгілі мұндай азаматтар Алаштада азайып барады. Руың серке болса, жігіттерің де серкедей. 100 жігіт жинап берсең,
Отбасыңның арамдығын да, өз басыңның аярлығын да кештім. Жігіттерің аттарынан түсіп аяқ суытсын. Біз асығыспыз, дос Мұхаммед би. Мұнда өткізген әрбір сәтіміз бізді өлімге бір табан жақындата түсетін сияқты. Дегенмен дәмнен үлкен емеспіз. Сосын алыңдар. Соңғы кезде талай боздақтан айырылдым. Араға әзәзлі араласты. Ағайын дегенім жау, азамат дегенім жырынды боп шықты. Саған да күнім түскені сондықтан. Заман өзгерді, заман. Сен уақытпен тайталасып жүрсің, бірақ оны түсінбейсің. Сатқындықтың да сипат өзгерген. Оның аты бұл күнде басқа. Адалдық азбайды, би. Ай, бірақ арамдық та тозбайды ау. Естуімше кен жылыңа ұлағатты ұстаз деп жүрген көрінесің. Саған айтар бір ақылым, менен артық ұстазды ақырып іздесең де таппайсың. Маған жібер. Қойдан жуас қоңырыңнан азу алты қарыс арлан баттайын. Қозысы қасқыр болса, қойдың сорыда. Сөзге тоқтаған жұрт едік. Сөзімді сертте бұғарсың. Сертіме сенсін десең, серік қып бос олыңды. Қане, жолға жүрлеңдер баланы. Үйді жоқ еді, нағашыларын аралап кеткен. Олай болса, малғанша. Сәрсенбінің сәтін күтемізді. Бір сүгіні тұнауа, кен жолыңды Қаратасқа барып саласың. Бұл бір. 100 жігіт жинасымен үлкен ұлыңды бас қылып маған жібересің. Егер сыннан сүрінбей өтсе, кенжеңді қайтарып берем. Мейлі. Айтқаның болсын. Дегенмен Көнебидің көшелі сөзін сен де бір тыңда. Мен бұл елге төрелге еткелі талай жерде ақтығыра ақмақты дан етіп те көргем. Ұзақ жолға ұлтармайтын ой керек. Ал сені қинаған тар соқпақтың уайымы. Ол соқпақтың алды ор, артың ерген жұртыңның алды сор. Халқыңның обалына қалма. Сонда құрықтан озбайтын тобырдан айырмамыз қанша? Есіңде сақта, дос Мұхаммед. Мына жатқан даладан хан тәңірі қаншама биік болса, ер менездің, көсем мен тобырдың айырмашылығы да жер мен көктей. Хан тәңірінің басына тұлпардың да тұяғы тиген жоқ. Ал мына қу даланы шошқа кеш шошқада таптап жүр. Асқайрыңдар. Бұл ошақтың ырысы сарқылмасын. Әумин. Сәрсенбінің сәтінде күтем. Мілесең айт, Ораз хан тәңірінің басында де. Тауып көрсін. Тартыңдар. Чу, милицияң ай, мен ана хан тәңіріңнің үстінде жүрді. Хей! Мына күшік кімге тартқан өзі? А? Тоқтаңдар. Бұдан әрі нөкер екеуміз кетеміз. Убайдолла, жылқыны алысымен көк сайға құлатарсыңдар. Өздерің аялдамай Қаратасқа тура тарт.
Аманатсыз оралушы болма. Бізді өзің білетін үңгірден табасың. Әміріңізге құлдық үреке. Барыңдар. Тағы да айтарым. Ауызда бірлік болса, баста береке де құралады. Сендер менің өзөгімсіңдер. Осынық. Айтпақшы қанжыған басқа айтпасын. Ей, бұл кім ей? Бұл қайсың? Ай, тоқта! Адам! Айда! Сабрет, милиция ғой. Адасып жүрміз. Мен барып біліп қайтайын. Жат Ақтөс. Ол кімнің жылқысы? Қараша совхоздікі. Асыл тұқымды жылқы бағып жатырмыз. Мына сендерге сай кіріп, бір баптаймыз. Ой, бәрекелді. Қораңыз! Атпандар! Ей! Атпайды көтеріп қайтамын. Ой, кесіп болып кетті. Ой, атпай. Әкеліп көтеріп. Ой. Тірімісің? Аяғын көтертпейді. Аяқ бас емес. Басың аман болса болды да. Бүткенше басыма тигені жақсы. Қой сорды сәрсен. Сен алдымен өзіңді ая. Ана көтеремгімінде аулыңа тай. Енді сенің қажетің жоқ. Аузыңа ие бол, білдің бе? Сорды сәрсен, ай. Жаңағыны бекер жібердің ау. Бұл өңірде оны танымайтын адам жоқ. Оның үстін аяғына таңба түсті. Ол өз шаруасын тындырды. Аузына беріп болмасқа амал жоқ. Өйткені қыздары сұлу ғой. Эй! Ақырын. Абайландар. Накройте чем-нибудь. Ой, бейшара балай. Бетін жапшы. Ораз өзін нағыз қанышер болды ғой. Айтпа. За что мальчонку порешили? Совсем озверел гад. Раньше в раз табунчиков не убивал. Что говорит старший табунчик? Так он говорит, в аул ездил. Ну-ка, позови. Есть. Жылқышыларға қару-жарақты таратып беріңдер дегенің қайда? Жолдас Нәшәндік, оған мен кінәлі емеспін. Бергенбіз барлығын. Уездегі жағдайдың қиын екен, жұртқа алдын ала неғып ескертпедіңдер? Командир, анау доктор атып танаған секілді. Шақыр бері. Доктор! Ау, доктор! Командир шақырып жатыр. Разрешите? Войдите. Ну что? Товарищ Косымов, я боюсь ошибиться, но я узнал лошадь. В прошлом месяце ее приводили ко мне, я осматривал ее. Я тогда удивился, у нее была побита спина. Ну, понимаете, очень характерная потертость. Очевидно, лошадь валялась, а ей не протерли спины, оседлали. Репьи остались под попоной. Имя помните? Да. Но неужели он мог? Он всю жизнь батрачил. Бисмиллахиррахманиррахим. Аларке, ішіңіз, сеніп ішіңіз. Таудың майы, өте шипалы дәрі, әсіресе сыныққа дауа.
Бисмилля. Ішіңіз орек, ішіңіз. Шипа болсын. Бұған сенуге болады. Бұл дүниеде тек адамға ғана сенбеу керек. Кімді айтып отырсың? Досмұхаммедті айтам да. Мен Досмұхаммедке емес, ел дәстүріне сенем. Менің білімше, қол бастаған ардагер өзінен басқа тірі жанға сенбеу керек. Ал сіз болсаңыз, жас баладай көрінгенге ағыңыздан жарласта жүресіз. Ай, нөкер, ай. Сен өмірге өгей баладай көз астынан қарайсың. Досмұхаммед терең адам. Бала кезімнен баулыған ұстазым. Қайдам. Өсекті көбейіп кетті. Ол қандай өсек? Женшин, сізді Досмұхаммедтің тоқалымен жақын болып дейме, кенже ұлы сізге тартқан дейме, әйтеуір сөз көп. Ол өтірік. Дегенмен Досмұхаммед соны кектітіп жүр ғой. Айтпесе, бізді милицияға неге ұстап береді? Жоқ. Менің ер жігіттің достығын, әйел төсегін айырбастамайтынды ол жақсы біледі. Жарайды. Бар жол қара. Әлгілер кешікті ғой. Түн ортасы ауып кетті. Енді келмейтін де шығар. Кері қайтсақ қайтеді? Құр қол қайтасың ба сонда? Оған біз кінәлі емеспіз ғой. Кім кінәлі екен белгілі. Алдайтын адамды тапқан екен. Аманатсыз қайтуға болмайды. Әй тұр, тура Досмұхаммедтің ауылына тартамыз. Тірі жан жоқ. Жоқ алай. Жұрты ғана жатыр, көшіп кетті. Жайлауына көшсе керек. Сезімем. Ол жайлауды мен білмеймін. Бір дүркін опастық жасағанға екінші қайтып сенбе. Мерген мүлт жібере бастады. Қыран санатан тайса, тасқа соғылатты. Ей, ұстазымды ғайбаттауға қалай аузың барады? Мерген қателессе, бар өнерін сарықты деген сөз. Оны көріп те жүрміз. Қап, 2 күн бойы көзілмей жүргенде. Досмұхаммедтің жайлауын қапан жақсы біледі. Туысқаны ғой. Тұр, жүр сонда бар дем аламыз. Әй, кісілік саған қаятаңнан қалып еді. Мен шешем. Мінақ. Он не убежит. Разрешите, я приведу его. Идите. Апа, доктор келе жатыр.
Саламатсыз ба? О, сәлемат па, доктор. Отағасы үйде ме? Сол отағасына бір дәрі жасап бермейсің бе? Өзінің көрген қорлық аздай, аяғын қиратып алды. Мен мал доктормын ғой. Әй, оның малда несі артық дейсің? Түнімен қаңғырып, ұрынбайтын пәлесі жоқ. Ассалам алейкум. Саламат па, доктор. Жақсылық тілеп жүреді екенсің, дәм үстіне келдің. Капан, бере жүрші. Анау сайда сені жігіттер күтіп отыр. Әңгімелесеміз дейді. Олар кімдер? Милиция. Капан, жаяу жүре алмасан, менен атымамын. Ой, Сәрсенді өлтірген мен емес. Орасы мекеннің адамдары. Жылқылауымды көрсетпесең, қыздарыңды қорлаймыз деп қорқытты ғой. Ничего, поезжай, Капан. Поезжай. Көрсетсең ішімді тимейміз деп алды. Милиция қара, осы сөзін... Бәрімді айтам ғой, бірақ ол иттерден қыздарымды ала көріп Поезжай ты, нақақ болсан несіне қырқасын. Поезжай. Мен бір бейшар адаммын ғой, кешір. Лоқтар! Стой! Стой, Капан, не делай глупость! Не стрелять! Прочь живым! Ай, молодец! Молодец, доктор! Обыграл нас, да? Я же приказал не стрелять! Не стрелять, прочь живым! Командир, это не наши стреляют! Догнать! Вперед! Ahbanдар! Ahbanдар! Мен емес өлтірген! Мен емес! Мен емес! Өлтірген онан Ораз бергеннің адамдары! Опасыз! Қасық қарымды қия көріңдер батыда! Айқайлама! Досмұхамбет қайда? Орман сайда. Оның киек қонысы бар. Ол қай жақта? Оны мен көрсетпесем таба алмайсыңдар. Бұғындар, бұғындар! Келе! Бұғыншы Қасымовтың өзі екен ғой. Енді олар бізді қуып жете алмас. Аңғармен кетті. Жүр. Оның арт жағы бітеу. 10 шақырымнан кейін. Қалма. Они что, на небо взлетели? Тауға ертеректе көтеріліп кеткен ғой. Раньше поднялся, а это на гора, я. Поехали обратно. Поворачивай! Досмұхамбеттің келіп тығылған жерін қырыш. Ал баста қайныңа. Танысу міндет өзімізден. Ар жағын сенен сұрамаймыз. Баста. Кенжең баланың көркем екен Байеке. Маңдайы жарқырап тұр. Менікі емес жылқышының баласы ғой. Иә, сапаршегі алыс па? Алыстың аты Арғыбет. Отырған орнынан су шықты ма, Байеке? Әлде Арғыбеттегі ағайындарыңның амандығын білмекпен? Әй, үлкенің алдында бұл қайырбан. Өзіміздің ата қонысымыз қашан келсек те бізді жатырқамайды. Байлықтың біздің қолдан қашқаны қашан. Бәрін кедей-кепшікке бөліп бергенбіз. Аққа жармаған ағайындарға бөліп бердік те.
Жасыра тұрудың амалы ғой. Білеміз. Кедейдің бірі мына қапан ғой. Жарықты. Сіз кен жолыңызды Ораз мергенге аманатқа қалдырмағадыңыз. Бірақ сол баланы көре алмай тұрмыз ау? Ағайындарды аралап кетіп еді. Әлі орала қойған жоқ. Ағайындар атаяғынан алыс емес шығар. Жол сістесеңіз барып та қайтамыз. Арғы бетте. Үйде ересектермен қызым ғана, естиярлар аманатқа жүрмейді. Қызбай қыз дәстүрде де, әдет ғұрыпта да жоқ. Қайда барсан қаптаған аламан. Сақтықта қорлық жоқ деп, көзден таса жібергенім рас. Мына қызың 2 жылдан кейін дәулетіңе 2 үйір жылқы қосайын деп тұр ғой. Япырай, осындай қызғалдақ қурайдың арасында қалай өскен. Ей, көзіңнің құрты түседі. Онындары қашырға қара. Мына имансыз жұрттың аузынан пәтуа кетейін деген екен. Айтпа. Заманай десеңші. Қой, ес барда ел таппасақ болмас. Анақсақ туысыңды тастап кетеміз. Сендерге аманат болсын. Ал Байеке, Ораз мергенге қандай сәлемдемелерің бар? Бот. Ана қаңғыбас шал тіміскіп тегін жүрген жоқ. Арғы бетке зытқалы жүр олар. Тыныш тірлік. Ал қапан, өріскенше күн жақсы болсын. Асығыспыз. Ой, айналайын, қаттырақ байла аяғын. Ой, қолыңнан сол айналып бетейін сүйріктей болған. Сен де қош бола тұр. Кәне қолыңда кеш. Айнақ жазым бар. Ай, қапан. Қашаннан бері бидал түйенің бәрі сенікі болып еді. Оның несін сұрайсың, Байеке? Түйем көріске сыймай жатса да саған мал қайғы. Алмаған шаң қайғы. Кешіріңіз, отағасы. Жаманның ақылы жау шапқанын кейін кіреді деген. Жаңа өз балам дей салсаңыз, кенжеңіз дола түстеп танымайтын еді ғой. Құлыным, әкпеңнен айырылдық. Анда, жоғарыға, это, горы. Ну что там? Нашли, товарищ командир. Стрельбай нашел следы. А ты уверен, что это те следы? Он ошибиться не мог. Это лошадь Петракова, сломана задняя подкова. Товарищ командир, может, передохнем, люди устали. Хорошо, 10 минут. Привал, 10 минут! Петраков, Жумабаев, вперед по следу. Давай. Есть! Отставить! Семенов, Хасенов, вперед по следу. Есть! Ну и что? Сидите. Ну что, обиделись? Издеваешься? Лучше пострелял, чем так. Надо будет, расстреляю. Я вам не Ораз мерген. Однажды он меня тоже отпустил. Любит он казаться великодушным. В 21-м под Зайсаном я отбился от отряда и попал ему в руки.
по-дурацки. Ну, думал, все. А он взял и отпустил меня живым. Я никогда себе этого не прощу. По коням! Ақсақал, асығыс бедіңіз? Сөйлесуге уақытыңыз бар ма? Сұрай бер, командир. Ендеше бұрыңыз желмаяңыздың басын. Жол жөнекей сөйлесерміз. Жүріңіз. Қой дейм, болден. Қойсаң, су салқын тамағың ұрып қалады. Өй, мұнан ая. Әй, мұнан алшы, әбден шаршап. Қойдалла, аттардан шаршады, біраз осы жерді демалсақ қайды? Мен шаршамаппын ба? Ай, тоқта! Тоқта, ұстанын! Ой, ойнамайын. Қайда барасың? Тоқта деймін. Ұстасаңыз. Тоқта! Ой, қорбаңдаған байқұс. Жа, суды көп ішпе. Тамағыңа ұрып қалады. Түйенің жаны сіреген жарықтық. Оба болды ғой бешараға. Товарищ командир, может, отпустим старика? Обузой будет. Верблюд в горы не полезет. Пусть на себе везет верблюда. Он не старик, он пособник. Из-за него мы так. Шерикбай, это, наверное, вчерашний. Наверное. А енді вот твой конь. Это... Жолдас командир! Біз соңына түскендер тағы тауға көтеріліп кетті. Ал мына қойнаумен бір жыл қайда өтіпті. Кешегі совхоздың жылқылары болса керек. Қайтеміз? Әй, жыл қайдаған адам қанша? Шырағым ең болмаса менің жасым үлкен. Әй демей атымды ата. Bir қора баланың әкесімін ғой. Адамды қинай бергеннен не түседі? Жылқының соңында қанша адам бар дейін? Ары жоқ 3-4 адам. Ораз мергенді көрдің бе? Неше рет айтам, көргем жоқ дедім ғой. Мені аямасаңдар да мына хайуанды аясаңдаршы. Түйемнің табаны тасырқап қалды. Одан әренді баспайды. Адамға билік берсең қасқырдан да жаман деген сөз рас екен. Хайуанның жазығы не? Палащине! За табуном! Қазір барғаннан кейін, бауырсақ та болады, ет те болады, тіпті бал да болады. Кішкене шыдайды. Мені неге алып қаштың да? Маған қайсың үйленесің? А? Әлде сен үйленесің бе? Жоқ, қорықпа. Қалың мал неге төлемейсіңдер?
Қалыңсыз қыздың қадірі болмайды. Кедейсің, а? Бишарамыз. Ол да мен де бәріміз де бишарамыз. Қозғалма, көтер қолыңды. Иә. Жолдас командир, екеуіңді ұстадық. Ұрлағандары қара су сапқыздың жылқылар екен, бәрі түгел. Қозғалма дейім. Тоқта! Тоқта деймін, тоқта! Ей, атпа! Атпа дедім ғой. Как он мог убежать? Так, в засаде остаются 4, остальные в ущелье. Быстро! Қайда жесіндірі? Орығың шыдамы таусыл әрең отыр. Неге сүзеге шықтың деді? Оның есесіне ол жалы қайттық. Сейтке көмектес. Ұйқысын бұзып алма. Мен... Аяғым ай. Қазір шабатын бірден алып берейін. Жол бойы ұйықтап келді. Қағынып, құлатсызда жүрмегенде ғой, Сейт. Сен де осындай балаң болатын еді. Өзің не бітіріп жүрсің? Мен әлі жаспын ғой. Бақ. Тура қан сарайына кіргендей болдық ау. Ей, Ғұбайдолла, аузыңа ие болсаңшы. Ей, Ғұбайдолла, шақырып жатыр. Қазір. Ей, қолапайсыз нақыл көпірден өтірді. Тәубаңды айтуды ұмытпа. Өзің сырын берсің болды да. Солай де, Ғұбайдолла. Қолыма бұғау, аяғыма кісен салдыңдар-ау. О заманда бұл заман, аманатқа қыз алғанды қайдан көрдің? Салтты бұздыңдар. Бүкіл серкәулетін маған қарсы қойдыңдар. Бір қыз үшін 100 жігіттен айырылдық. Енді шойна қасқыр, құмай тазы боп шалады. Сен маған қаралы хабар әкелдің, Ғұбайдолла. Тақсыр, күн ертең ораз мерген қыз ұрлауға кірісіпті деген лақаптар айт. Соң маған кім сенеді, ұрыға ұлын кім қимақ? Тақсыр, қызын қайта барып береміз. Менің кір шалған абыройымды кім қайтарып береді? Енді ораз мерген, іші арамдықтан шыри бастаған бұралғы иттің алдында ақталуға мәжбүр. Иманыңды оқы, Ғұбайдолла. Тақсыр, оқы. Нөкер. Қобыла қай жақта. Нөкер, Ғұбайдолла менің көз алдында өсті. Туған балам мен бауырымда еді. Амал қанша. Өз жазасын өзі таңдап, өзі кесті.
Абылайды көзін атқан ұлы мерген атың бар. Қолың мүлт кетпейтінін мен енді ғана түсіндім. Жендеттің қолы әрқашанда қалт етпейді. Иманыңды оқы, Сейіт бауырым. Мен оқып қойған, қайталап жатудың қажетіне. Алланың атын ауыз қалуға сен қашанда салақ едің. Ғұбайдолла қайда бар. Егер жаратқаның пендесі бұл фани жалғаннан, сендер сияқты қасқайып өте берсе, арман жоқ. Мен сенің адалдығыңды әлде қимай отыр. Қасымда менің кім қалады? Ел жұртымыз қарақшы болып күн кешіп, қарақшы болып өтті деп ойламасы бопты да. Ұмытпаспын. Айқасар жау, о дүниеден де табылар. Адал серік онда да қажет. Бақыл бол, батырым. Қош бол, Әреке. Қош бол, Нүкәр. Жүз жасайды екенсің, Сейіт батыр. Орекең неге атпайды? Қане, жүр ғой. Нүкәр, Ғұбайдолланың анасына 20 жыл қайдатуды ұмытпа. Қан төгісте қапы кеткен баласының құны де. Ай, мына дырағалғыр қолды байлаш, болмаса шауып таста. Не спать, ребятки. Отдохнем, когда Розмергена поймаем. Я жігітім? Біз обастан ақ екеу ақпыз. Ораз батырдың қайда екенін білмеймін. Жылқыға өзі келе ме, әлде басқа біреуді жіберем, ол жағы беймағылым. Мыңбайды ғой ат тастадыңдар. Байғыз Мыңбай. Жылқыларды қайтарып берек деп жалбарынып еді. Осының керегі қанша? Ертелік ұрласақ Қытайға өткізіп ақшасын алып үйімізге қайтатын едік. Енді Ораз батырға бара жатырмыз. Оған сарбаз керек, ат көлік керек. Жан баққанымыз болмаса екемізден сарбаз шықпайды. Қосақ арасында босқа кетпей тұрғанда жылқыларды қайтарып берек деп біліп айтқан екен. Марқұм. Трофим, сколько свежих коней можем заседлать? Из табуна, что ли? Так они еще под седлом не ходили. Их не поймаешь. Подайте кто-нибудь воды. Вы бы поспали, товарищ начальник. Рано еще, рано. Балғалай жігітім. Саған сеніп күзет тапсырылады. Ал сен болсаң тырқиып ұйықтап қаласың. Соның жөн бекен. Ұйықтап сені қарап асты ма? Воронин! Я! Нургазиев! Оу! Смените дозорных. Смотреть в оба. Ясно? Понятно. Есть. Есть. Командир, келіп кетші, айтатын әңгіме бар еді. Өзіңіз келіңіз. Әуелгі перзентім ұлы өт, тоқтамады. Тірі болса сенімен таласар ма еді. Онан соңғысының бәрі қыз. Түсіндім. Бірақ сізді әкетіп атай алмаспын. Сіз қазірдің өзінде өлімге шүрек бұйырылған адамсыз. Үлкен ретінде сыйласаң бопты. Сөйлеңіз. Ораз мергенді бұл жерден бекерге күтесің. Қазір ол бір болса сол Дос Мұхамбеттің жайлауында. Оны сізге кім айтты? Өзіме? Онда бізді неменеге тентіретіп әкелдіңіз мұнда? Мұнда да біраз адам қалдыр. Кім біледі, алда жалда қалғандарымен
Досмұхаммедке жөнел. Оқтыңыз ба? Былай ғой, анау Досмұхаммед баласын тастап кетпейді. Аманатқа қазақ қыз алмайтын. Оқтыңыз ба? Ораз оның қызын қайтарып беруге тиіс. Петров. Да. Подойди сюда. Я слушаю вас. Сколько у нас верховых лошадей? С заводными 4. 4 свежие, товарищ командир. Останешься за меня. Задашь ясно. Хорошо. Замаскируйтесь и ждите. Крайний срок 3 суток. Потом вернетесь в совхоз, если не дам знать. А вы, товарищ командир? Я последний раз поверю этому отцу детей. Прежний Ораз Конократ пришел бы сюда, угнал бы табун и за кордон. Но нынешнему Уразу Мергенову люди нужны. Всадники для этих коней. Поэтому он и затеял разговор с Досмухаммедом. В залог сына хотел взять, а забрали девочку. Он девочка вернет, может, и прав старик. Давай еще 3. Спроси, кто согласен. Сейчас приказать только себе можно. Нет. Дай этих 2, которые у Мазара уцелели. Құбайдулла ағатайым қайда? Ұйықтап қалды, Құбайдулла. Ұйықтап қалды. Біз қайда барамыз? Ауылға барамыз. Сіздің ауыл. Амақай! Әні біздің ауыл. Әні? Айнаш, онда сен бара бер. Егер ауылда бөтен адам болмаса, қызыл камзолыңды киді қайта шық. Бөтен адам дегендерің кімдер? Танымайтын адамдардың бәрі бөтен. Бөтен адам болсашы? Онда камзолың шешті, көйлек шық. Бұдан басқа камзолдарым да көп. Атлас жібек, сол камзолдарымның бірін киіп шығам олай болса. Бізге қызыл ұнайды. Егер қызыл камзолмен шықсаң, барып қонақ боламыз. Түстенеміз. Бірақ біздің осында екенімізді әкең айтып қойма. Бар тез, бар. Чуй. 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 Қызыл камзолмен шықса екен. Алақай, әке айда келді. Апа, менің қызыл камзолым қайда? Қонақ келді, апа. Осы большевиктер қызыл түсті неге жақсы көреді екен? Қара тудың соңынан қағынған жүр дерсің бе? Бөтен адам жоқ шығар. Кермет аттар да көрінбейді. Апа! Ауылда бөтен ешкім жоқ па? Айну! Әне шықты. Бақ, көктемнің қызғалдағандай құлпырғың бараш. Ақ жүректің қанындай. Ей, қан емес. Көрдің бе, командир, менің айтқаным келді ғой. Жарайсың, ақсақал. Бұның үшін бір күнәңді кешірдім. Приготовились. Ораз Мергені брать живы. Есть. Бұл ауылдың адамдары қайда өтті не?
Аттан түсіңдер. Ореке, мен барып байқап келейін. Қажеті жоқ, біз енді қонақпыз. Оу, самандасау, ауылың алыстан қонақ келгенде қайда зытып барасың? Кетші албасты, күйеуім қарап тұр. Тезірек кетіңдер, аны үйде тосқауыл бар. Ана үйде тосқауыл бар. Тезірек кетіңіз, біз бөгей тұрамыз. Қолтығымнан денем жібер. Батыр түспеңізші. Қапыда кетесіз. Түспеңізші, Батыр. Сейіт, аттан түс. Шаңырақ сыйлау керек қой. Ай, бекер болды ау. Оу, бұл үйдің иесі бар ма? Келетініңді біліп ем, Ораз. Дәстүр сыйлағаныңа рахмет. Бірақ сенің түбіңе жеткенде сол дәстүр артыңа қара. Тастаңдар қаруларыңды. Таста деймін. Әруақ аттап, дәстүр бұзған тентек сазайын өз қолымнан тартты. Тәубаңа жаңа келдің, Борас. Бірақ кеш қалдың. Еліп отырған Дос Мұхамбеттің басынан дәурен өтті деп ойладың ғой. Адасқан жерің осы болды. Қияметте жолығармыз. Дос Мұхамбет, көзге қан толған ба? Көкейіңді тескен мал болса, қан төкпeye қалады дедің ғой. Ит болмасаң, кінәсіз сәбилердің жүрегін жаралама, кекті жауыңмен бол. Встать! Тұралмаймын, командир. Мүгедекпін. Әлігі ел ішіне лаң салған қарақшын өлтірген мен. Ел үшін емес, есеп айыру үшін өлтірдің сен. Біреуің ел атын жамылып атақтаңыз десең, біреуің сол елді сатып мал жинадың. Елден садаға кеткір қорқаулар. Құдайым-ай. Құста болғым келмейді, қанатым бар. Қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болған. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Тар бесігің кең жаһан тарылмаған. Біреуге барып, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болған. Ана сүті аузымнан арылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Ана сүті аузынан арылмаған.